Сәлем достар, бүгін біз қуырылған тұшпара жасайтын боламыз. Бұл тағам сіздің дастарханыңыздың сәнін келтіретіні анық. Қуырылған тұшпара өте оңай әрі тез дайындалады, және де оны дайындау үшін бізге минимум ингредиенттер керек болады. Яғни үйіңізде бар азық-түлікпен дайындай бересіз. Алдымен 2 стакан суды ыдысымызға құйып аламыз. Бөлме температурасындағы су жайрай береді. Кез келген маргариннің 150 грамы керек болады. Дайындап алған маргаринімізді ерітіп, ыдыстағы суға құямыз. 1 шай қасық тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Бізге шамамен 350-400 грамдай ұн қажет болады. Қамырымыздың жұмсақ болып шығу үшін ұнды електен өткізу өте маңызды. Ұнымызды өткізіп болғаннан кейін жұмсақ етіп қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды илеп алдық, енді оның бетін жауып 10 минутқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз демалғанша біз қуырылған тұшпараның ішіне салатын начинканы дайындап аламыз. Ол үшін бізге 2 дана картоп керек болады. Картопты жақсылап сыртын ашып, жуып алып, 4 немесе 8 бөлікке бөліп, бір ыдысқа салып, 2 стакан су құйып, жарты ас қасық тұз салып, отқа қойып қоятын боламыз. Картоп піскенге дейін, достар, біз қамырымызды жайып алатын боламыз. Біздің илеген қамырымыз демалып, әдемі болып тұр, енді осыны жайып алатын боламыз. Қамырды жайған кезде қатты жұқа немесе қатты қалың етіп жайып жібермеңіздер, орташа қалыңдықта жаю керек. Өздеріңіз бешбармаққа қалай қамыр жаясыздар, тура солай етіп қамырды жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп бүктеп аламыз. Және де 4 немесе 5 сантиметрдей етіп кесіп алуымыз керек болады. Кесіп алған қамырымызды біртіндеп қайтадан жайып шығатын боламыз. Және де осылай жайып алған қамырымызды тағы да 3-4 сантиметрдей етіп, біркелкі етіп кесіп аламыз. Біздің картоп пісіп шықты, енді оны езетін боламыз және суытып алуымыз қажет. Егер ыстықтай оны түйетін болса, қамырымыз еріп, жыртылып кететін болады. Сондықтан міндетті түрде біз картопты суытып алуымыз қажет. Картоп суығанға дейін біз кесілген қамырдың бетін жауып қоюымыз керек, достар. Ал міне картопымыз суыды, енді біз тұшпарамызды түйетін боламыз. Достар, каналымызды жоғалтып алмас үшін жазылып қойыңыздар, және видеомыз ұнап жатса лайк басып кетіңіздер. Енді тұшпараларымызды түйіп алайық. Тұшпараның ортасына картопымызды салып, 2 бүктеп, әдемілеп түйіп аламыз. Тұшпара түйе алмайтындар үшін бірнеше рет көрсететін боламын. Жақсылап көріп алыңыздар, достар. 2 бүктеген кезде жан-жағын басып, жабыстырып алуымыз керек болады. Неге десеңіздер, достар, біз тұшпараны қуырған кезде, қамыр ыстық майға түскен кезде, шет-шеті егер басылмаған болса, ашылып кетуі мүмкін, және ішіндегі картоп сыртқа шығып кетуі мүмкін. Сондықтан түйген кезде 2 шетін жақсылап басып жабыстырыңыздар, достар. Міне менде осылай тұшпараның барлығын түйіп, бәрін әдемілеп алдым, енді қуыратын боламын. Тұшпараны қуыру үшін мен 300 мл май қолдандым. Майымызды жақсылап қыздырып алатын боламыз, және тұшпараларымызды біртіндеп салып, қуырып аламыз. Қуыру барысында, достар, тез-тез араластырып тұруымыз керек, өйткені қуырылған тұшпарамыз өте тез пісетін болады. Шамамен 1 минутқа жетпей, достар, біздің тұшпараларымыз қуырып дайын болып шығады. Барлық тұшпараларымды қуырып, осылай әдемілеп тарелкаға салып алдым. Қараңыздар, достар, қандай әдемі болып, алтын түстес болып, тұшпараларым дайын болып шықты. Дастарханға қойғандарыңызда да өте әдемі болып көрінеді.
және де тойымды тағам болып есептелінеді. Міне сіздерге қазір ішін ашып көрсетейін. Бір көрінісінің өзі тәбетті ашатын тағам ғой негізі. Бар болғаны осы достар. Бүгінгі рецептім сіздерге ұнаған болса, осы видеоға лайк басып қолдап кетіңіздер. Комментарий бөліміне өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Барлығымызға ас болсын достар.